Айтылмауға тиісті бірінші құпия келешекке құрған жоспар. Жоспар толыққанды орындалмайынша ол туралы тіс жармау керек. Адамның кез келген ойы бастапқыда әлжуаз болып тұрады. Өне бойы шұрқ тесік келеді. Кез келген жерінен кілтипан тауып, ізгі ойды ойсыратып алуға болады. Екінші құпия қайырымды істер туралы ешкімге айтпау. Қайырымды іс жер бетінде сирек кездесетін құбылыс. Сондықтан оны көздің қара шығындай сақтау керек. Өзіңізді жақсылық жасағаныңыз үшін асыра мақтамаңыз. Мақтау адамды тәкаппарлыққа тез ұрындырады. Үшінші құпия тақуалығыңыз туралы көпшілікте айтпау. Тамақ, ұйқы, күлкі, төсек қатынасына қатысты шектеулеріңізді ешкімнің білмегені жөн. Тәннің шектеуі көңілдің тақуалығымен үйлессе ғана пайдалы. Төртінші құпия жасаған ерлік, батырлық туралы үндемеу. Әр адам күнделікті сан алуан оқиғаларды бастан кешіреді. Біреу білектің күшімен жеңіп жатса, біреудің ақылы асады. Күшпен жеңген адамның ерлігі тез бағаланады. Ішкі арпалысты ешкім байқай бермейді. Сондықтан ол үшін ешкім марапат бермейді. Бесінші құпия рухани жетілу туралы айтпау. Рухани байлық тек сіздікі. Оны ешкімге айтып, абырой жинай алмайсыз. Айналаңыздағы адамдардың шын мұқтаждығын көрсеңіз ғана шет жағасын айтыңыз. Алтыншы құпия үйдегі ұрыс-керіс пен отбасылық өмір туралы үндемеу. Есіңізде болсын. Отбасыңыздағы ұрыс туралы неғұрлым аз айтсаңыз, оны ынтымағы берік бола түседі. Ұрыс араласу барысында жиналып қалған зиянды қуат. Түйіткілді көп талқылаған сайын оған өзіңіз көбірек сене бастайсыз. Жетінші құпия баяғыда естіген жаман сөздер туралы айта бермеңіз. Көшеде жүріп аяқ киімді былғап алуға болады, ал кейде сананы да былғап алатындар болады. Жолда келе жатып, естіген бар қансық сөзді үйге келіп айтқан адамнан табалдырықтан аттап, былғаныш аяқ киіммен төрге озған адамнан айырмасы жоқ.